Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгінгі видеода ішекті жаттықтыру бойынша біршама ақпараттар бере кетемін. Яғни ішекті жаттықтыру туралы менде өзімнің топ-линк ссылкасында өзімнің чек-листім бар. Ол тегін доступта тұр. Оны жүктеп алып өзіңіз оқып қарасаңыздар болады. Бұл видеода да одан соның ішіндегі мәліметтермен бірдей ақпараттар, бірақ кейбір адамдарға жазбаша түрде жақсы сіңеді ақпарат, кейбір адамдарға видео түрінде, аудио түрінде жақсы сіңеді. Сол үшін де видео түрін дайындауды жөн көрдім. Және де осы ішекті жаттықтыру бойынша марафон жүргізгім келеді. Яғни сол марафонға осы видеода кішкене көмек бола ма деген ниет бар. Және байқап жүргенім бойынша өзімнің пациенттерім ішінде де байқаймын, ішекті жаттықтыруға көп адамдар мән бермейді. Өзінің іш қатуы бар болса да мән бермейді, яғни оған немқұрайлықпен қарап жатады, яғни или ерінеді деген сияқты. Ең бірінші айта кетейін деп едім, ешқандай да ерінбей осы ішекті жаттықтыруға мән беріп күнде жасап жүрсеңіздер кішкене сізде шамалы алға қарата оң әсерлер болады міндетті түрде. Себебі бұл жайдан жай алынған нәрсе емес. Бұл ішекті жаттықтыру асқазан мен ішектің арасындағы гастроцекальный рефлекс дейтін бар. Яғни сол рефлекске негізделген, яғни адам физиологиялық жағынан қалыпты да тамақ ішкеннен кейін, жарты сағаттан кейін үлкен дәретке баруы қалыпты. Ол неге байланысты? Яғни сіз түні бойы тамақ сіздің асқазан ішек жолдарыңызда қорытылады, және таңертең вертикальды қалыпта тұрған кезде сізде тамақтың барлығы төмен қарай түседі, және бір-бірін итеріп, және таңғы асты қабылдағаннан кейін де олар бір-бірін итеріп сізде тікшекке түседі. Тікшек толған кезде рефлекс пайда болады, үлкен дәретке отыратын. Сол рефлекс арқылы сіз уже үлкен дәретке отырасыз. Енді ішекті жаттықтыру дегеніміз, яғни ол таңертең ұйқыдан тұрғаннан басталады. Бұл жерде таңертең ұйқыдан тұру өте кеш болмауы керек. Яғни 7-8-ден қалмай адам ұйқыдан тұрып болуы керек. Өте кеш болатын болса, ішек ол өзінің режимін ұмытып қалады. Сол себепті уақытында ұйқыдан тұруда ол өте маңызды. Таңертең ерте ұйқыңыздан тұрасыз. Ұйқыңыздан тұрғаннан кейін ең бірінші тұрмай жатып, төсекте жатып, жатқан күйіңізде ішекті сағат тілі бағыты бойынша массаж жасауға болады. Жеңіл массаж, кішкене басып қойып, өзіңізге ыңғайлы, ауырмайтындай етіп 2 минуттай созылады. Осы массаж жасау кезінде сіз өзіңізге энергияға толы, күннің қалай басталуы, қалай сіздің күніңіз сәтті өтетіні туралы, денеңіздің сау болып, осы бүкіл денсаулыққа жасаған шаралардың бәрін әсер ететқаны туралы жақсы ойлап, энергияға шомылып, қосымша бір позитивті толқында боласыз. Екінші тұрғаннан кейін су ішу керек міндетті түрде. Яғни 1 стакан немесе 2 стакан су ішу керек. Судың температурасы ондай қатты маңызды емес. Қатты суық, қатты ыстық болмау керек. Бөлме температурасында болса, жарай береді. Су дейтін біздің рефлекстің ары қарай қосылуына әсерін береді. Су ішкеннен кейін жуынып шайынасыз, жуынатын бөлмеге барып таранып, бүкіл жаңағы жұмысқа баратындар жұмысқа жиналады. Содан кейін ішке жаттығу жасап жіберуге болады. Шамалы 5-10 минуттай. Яғни ең бір қарапайым жаттығуды айтып кетейін. Яғни ол ішпен демалу деген сияқты. Ішті терең алған кезде ішке қабыстырасыз, сыртқа шығарған кезде сыртқа қарай максимально шығарып тастайсыз. Толчок дейді, толчок животом дейді орысша. Осыны 10 ретке дейін жасауға болады. Тағы да қосымша ішке жасалатын жаттығулар бар.
оларды жаңағы интернеттен гуглдан қарап алсаңыздар болады. Жаттығу жасап болғаннан кейін таңғы ас ішеміз, яғни су ішкеннен кейінгі таңғы астың арасы 20 минут болу керек примерно, шамамен. Таңғы ас толық, тығыз болу керек, құнарлы болу керек. Таңғы асты ішіп болғаннан кейін на корточке жерге, жер туалетке отырғандай сияқты имитация жасап, солай на корточке отыруға болады. Ол деген уже үлкен дәретке сіз уже организмді дайындап жатсыз, яғни сізде настрой болады. Мен қазір үлкен дәретханаға барып, үлкен дәретке отырам деген сізде ішіңізде настрой болу керек. Содан кейін барып, таңғы астан кейін, яғни 20-30 минуттан кейін сіз дәретханаға барасыз. Дәретханаға кіріп отырасыз. Унитазға отыратын болсаңыз, унитаздың аяғын астыңызға подставка қойып аласыз. Себебі ол физиологиялық қалып емес, горизонтальды унитазда отырған, ол физиологиялық қалыпқа жатпайды. Ал жер туалеттер болатын болса, онда сол негізі физиологиялық қалып дәрет шығаратын. Дәретханада ұзақ отырудың қажеті жоқ. 5 минут, 7 минут сол шамада отырсаңыз болды. Көп ұзақ отырып, телефон шұқып, бірдеңсе оқып, бірдеңсе видеолар қарап кетіп, ұмытып кетудің қажеті жоқ. Бұл жерде сіз тек қана сигнал бересіз, мен дәретханаға баруым керек деген сияқты ішекке сигнал бересіз. Ештеңеге алаңдамау керек. Сосын дәретханада отырдыңыз, дәрет шықпаса да, сіз тұрып шығып кетесіз. Ұзақ отырмайсыз, ештеңе келген жоқ, ешқандай позыв жоқ. Сізде дәрет шыққан жоқ, күшеніп, оған жаңағы қосымша шақырудың қажет жоқ. Сіз орныңыздан тұрып шығып кетесіз. Солай күнде қайталану керек. Яғни сіз уже бірінші күні уже сигнал беріп қоясыз. Мен дәретханаға баруым керек. Мұндай уақытта сіз уже ішегіңізге сіз уже приказ берген сияқты беріп қоясыз. Мұндай уақытта мен дәретханаға баруым керек. Ертеңге де солай қайталанады. 3-ші күні, 4-ші күні, 5-ші күні, солай бір апта бойына сіз таңертеңгіден бастап, ұйқыдан тұрғаннан бастап, үлкен дәретке шығатынға дейін осы қимылдарды қайталай бересіз. Ішек шамамен бір аптаның ішінде үйренеді. Және де жаңағы ол уже түсінеді, ол өзіне ритм, жаңа биоритм дейтін болады, өзін түсінеді. Сол уақытта ол дәретке бару керек екенін ішек түсінеді. Қосымша тағы да ішек жаңағы іш қатудан құтылудың тағы қосымша 3 жолы бар. Соның барлығын бір моментте орындаған кезде сіздің қолыңыздан келеді. Яғни іш қатудан ешқандай дәрісіз, ешқандай іш жүргізетін дәрілерсіз құтылуыңызға болады. Немесе қазір іш жүргізетін дәрілерді ішіп жүрген болсаңыз, жәмендеп ішектің физиологиялық осы рефлекстерінің орнына келтіру арқылы дәрілерді болашақта алып тастауға мүмкіндік бар. Себебі дәрілер әрі қарай асқынулары өте көп. Олар ең қауіпті асқыну ішектің атониясына, яғни қозғалысының жоғалуына алып келеді. Ерінбеңіздер, айтатыным, ерінбеңіздер, және де ішектің жаңағы іш жүргізетін дәрілерді ішуге асықпаңыздар деп айтқым келеді. Оған дейін іш жүргізетін дәрілер тағайындалғанға дейін қолданылатын шаралардың барлығын көріп, олардың ешқайсысы әсер етпей жатыр, мен барлығын жасадым деген кезде ғана уже дәрілер туралы ойлауға болады. Онда да ол дәрілерді таңдаған кезде ең тиімдісін, асқынуы азын таңдау керек. Бірақ дәрі болғандықтан оның бәрібірде бір жерге болмасын, бір жерге асқынуы болады. Бүгінге осы, денсаулықтарыңызды сақтап жүріңіздер. Менің осы марафоныма қатысыңыздар міндетті түрде.